Сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге тек қана 3 картошкадан осындай дәмді салат жасайтын боламыз. Алдымен картошкамызды үккіштен өткізіп аламыз. Картошкамызды суық сумен 2 қайтара жуып аламыз. Картошканы қайнап тұрған суда 2 минуттай қайнатып аламыз. Сүзгішпен сүзіп алып, езіліп кетпеу үшін суық сумен жуып, төгіп тастаймыз. Жарты пиязымызды тураймыз, майға чыжғыру үшін. Және кішкентай ащы бұрыш қостым. Салатымызға дәміне қарай тұз, уксус, қызыл бұрыш, қара бұрыш және туралған бұрышты саламыз. Бес ас қасық сұйық майға туралған пиязды салып қуырамыз. Ыстық қызып тұрған күйінде салатымызға құямыз. Соңында соевый соусты құйып, жақсылап араластырамыз. Міне, тек қана 3 картошкадан осылай дәмді салат шықты. Егер рецептім ұнаса лайк басып комментарий жазыңыздар. Каналымның дамуы үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.